Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі мастер-класста осы комбинезонның тігілу жолын көрсетемін. Мастер-класста дайын выкриканы қолданамын. Выкрика жайлы толық ақпаратты комментариядағы сілтемеге өтіп білсеңіздер болады. Енді бөлшектерімізді түгендеп аламыз. Артқы бойдан бізге бір бөлшек қажет болады. Алдыңғы бойдан 2 бөлшек. Капюшон 2 бөлшек. Жең манжеті 2 бөлшек, балақ манжеті 2 манжет. Жең 2 бөлшек. Бір ластовица және де сылдырма қажет болады. Ең алдымен біз бірінші замогымызды тігіп аламыз. Сылдырманың аяқ жағында осындай шектеуіш болады. Осы шектеуіштен жоғары 0,7 см белгілейміз. Егерде толығымен оверлокпен тіксек, немесе 1 см тігін машинасымен тіксек. Белгілеп алған осы белгіні біз қазір мойын ойындының жиегіне сәйкестендіріп аламыз. Потайной замокты тігу үшін осындай өзінің арнайы лапкасын қолдансаңыздар болады. Немесе бұл лапка жоқ болса, кәдімгі қарапайым замокты тігетін лапканы қолдануға да болады. Замокты тіккен кезде біз қазір мына замоктың тістерін аша отыра тігеміз лапкаға көмектесіп, және де мына тісіне тігісті барынша жақындатуға тырысамыз. Бірақ тістің үстіңгі жағына шығып кетпеуге әрекет жасаймыз. Енді біз қазір мына замок пенен тігістің жиегін бірге қоса шеттін оверлоктап аламыз. Алдыңғы және де артқы ойдың оң беттерін беттестіріп, иықтарын қосып тігіп аламыз. Қолтық ойындымызға қазір жеңімізді тігеміз. Жеңде және де артқы бойдың қолтық ойындысында бақылау нүктесі бар, насечка. Соны бірінші біріктіріп аламыз, және де жеңіміздің ортасында насечка бар. Дәл соны иық тігісімен біріктіріп аламыз. Жеңімізді тігіп алған соң, енді алдыңғы және де артқы бойды бір-біріне беттестіріп аламыз да, жан тігісіменен жеңнің шеткі тігістерін бірыңғай етіп тігіп аламыз. Жан тігісін өңдеп алған соң, келесі жасайтынымыз бізде бұл адым тігісін өңдейміз. Мұнда біз қазір бірінші замоктың төменгі жағын түйіндеп аламыз, замок ашылып кетпеу үшін. Содан кейін артығын қиып алып тастаймыз.
Енді ластовицамызды алып, бірінші мына алдыңғы бойдың атын тігісіне тігеміз оны. Бізде ластовицада бақылау нүктесі бар, насечка. Сол насечкаменен мына ортаңғы дәл осы жерді, мына замогымыз тігілген жерді біріктіріп аламыз. Машинкамен немесе оверлокпен тіккен кезде, қазір мына замок жағына келген кезде біз жаңа педальды баспаймыз, тек қана маховое колесоны қолмен айналдыра отыра тігеміз. Ластовицаны алдыңғы бой жағына тігіп алған соң, енді біз артқы бой жағына тігеміз. Онда біз қазір адым тігісімен бірыңғай етіп қосып тігіп жібереміз. Енді жең және де балақ манжеттерін тігіп аламыз. Манжеттерді бірінші өзара қосып тігіп аламыз. Сосын тігістерін екі жаққа қарата отыра екіге бүктеп алып, үтіктеп алсаңыздар да болады. Манжеттің және де жеңнің тігістерін бір-біріне біріктіріп аламыз, сәйкестендіріп. Сосын машинкамен немесе оверлокпен айналдыра тігіп аламыз. Келесі жасайтынымыз, қазір мойын ойындысына капюшонымызды тігіп алу керекпіз. Ол үшін бірінші капюшонды өзара қосып тігіп аламыз, және де жиегін оверлокпен өңдеп аламыз. Енді капюшонымызды мойын ойындысына тігеміз. Міне артқы бойдың қақ ортасында насечка қоямыз, және де мына капюшонымыздың тігісін дәл сол насечкаменен біріктіріп сәйкестендіреміз. Оң беттерін беттестіріп аламыз. Және де бізде капюшонымызда насечка бар, оны біз мына иық тігісіне сәйкестендіріп аламыз. Міне замок жағына келген кезде бізде міне капюшонкамыз артығымен шығады. Дәл сол артығын біз қазір видеода көрсетілгендей артқа қарай бүктеміз, және де плавкамен біріктіріп аламыз. Капюшонкамызды мойын ойындысына тігіп алған соң, енді капюшонның жиегін өңдейміз. Бізде мінеке осындай артық бізде мата берілген, бұл жаңа қайрылып өңдеу үшін. Дәл осыны енді ары қарай булавкамен біріктіріп аламыз да, сосын машинкаменен тігіп шығамыз.
Мінекей комбинезонымыз дайын болды. Балапандарыңызға осылай тігіп берсеңіздер болады. Дайындаған мастер-классым ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басыңыздар, және де сұрақтарыңызды немесе ұсыныстарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Арнама жазуды ұмытпаңыздар. Келесі мастер-класста кездескенше сау аман болыңыздар.